болмыс және бірлік. Кез келген адам өзін маңызды бір істің бөлшегі ретінде сезінбесе, көңіл күйі күйрейді. Себебі болмыста бірлікте болу деген қасиет бар. Яғни, ірі іске болмаса да, ұсақ міндетке жауапты болған жұмысшы, біткен іске менің де үлесім бар деп, асқақ сезімге бөленеді. Осы сезімді Мичиган университетінде жамағаттың психологиясын зерттейтін мамандар Джейн Даттон мен Эмили Хифи арнайы зерттеді. Олар сапалы байланыс деген жоба жасады. Ондағы мақсат ұжымдағы елеусіз кадрлардың жұмыс істеу қабілеті мен көңіл күйін бақылау. Жұмыста жүрсең де ұжыммен өзіңді бірлікте сезінбесең, жан сарайың көмескі тартады. Олар мағынасыз жұмысқа жегіліп, мәнсіз өмір сүріп жүрміз деп торығады. Даттон мен Хифи ақш-тағы ірі бірнеше аурухананың санитарлары мен еден жуушыларын сұрақ жауаппен тексерді. Бір нәрсе бірден анық болады. Елдің дені лас жұмыс істеп оларды жақтырмайды екен. Жазылған пациенттер емдеуші дәрігер мен күтуші мейірбикеге алғысын жаудырған. Бірақ дәретхана мен еденді таза ұстаған кісілерге бір ауыз жылы сөз айтпаған. Осының өзі елеусіз кадрлардың көңіл күйін күл талқан қылған. Олардың бойында өзіне көңілі толмаушылық, өмірден жалығу сияқты сезімдер асқынып кеткен. Сұрақ жауапта олар ғалымдарға бүйтіп жауап берген. Көзі ашық деген дәрігерлердің өзі біз жан таласып еден жуып жатқанда қылдай да құрмет көрсетпейді. Бейне бір мәшиненің жанынан өткендей кейіп танытады. Дәретхана тазалаушыға жаны бар жансорғыш деп қарайды. Бұдан соң ғалымдар бұл мәселені көтеріп, ұжымдағы кез келген адамның ұсақ-түйек жұмысын да бағалау керектігін ескертті. Бұл ескертуге құлақ түрген аурухана ұжымдары болды. Олар барлық кадрға құрмет көрсетуге машықтанды. Нәтижесі ғаламат шықты. Ұжымның басшысынан бастап қосшысына дейін жұмысқа құлшына араласқан. Алдыңғы торығу мен түңілу келмеске кетті. Әдетте қаладағы ақ жағалы адамдар табысты жұмыс пен абыройлы қызметке отырған соң, бүкіл қаланың тағдыры біздің қолда деп шіренеді. Қоғам біздің арқамызда тұр, біз қоғамға көбірек еңбек етіп жатырмыз деп сезінеді. Осыған орай Франкл мынадай уәж айтқан. Егер тіршілікті табыс, бақыт, абыроймен емес, мәндік өлшеммен алатын болсақ, ең мағыналы өмір сүретіндер қоқыс жинайтындар. Қаланың негізгі тіршілігі солардың қолында. Егер олар 2 апта жұмысқа шықпайтын болса, қаланы қоқыс басып, қуыс-қуыстың бәрін тышқан мен ат-жалман жайлап кетер еді. Сол сияқты әр мекеменің де тамырына қан жүргізіп тұрған кадрлары, еден тазалаушылары. Олар 2 күн жұмысқа шықпай қалса, мекемедегі шаң-тозаң, жуылмаған еден, төгілмеген қоқыс жәшігі барлық жұмысшының көңіл күйіне кері әсер етеді. Сондықтан да олар көңіл күйге жанама түрде шабыт сыйлап тұрады. Жетісу телеарнасының басшысы болып отырғанда, Бейсеннің кабинетіне бір қызметші шағым айтып келеді. Мұндағы жұмыс істейтін адамдардың бәрі көзі ашық оқыған азаматтар, бірақ дәретханада тазалық сақталмайды. Қалай болса солай кіріп шығады. Ескерту жасап көрсем, сен жинауға тиіссің, жина, сол үшін жалақы алып отырсың ғой деп өзімді сөгеді. Бейсен ертеңіне жиналыс жасайды. Техничкалардың бәрін жұмыстан босатамын. Тілшілер мен басқа қызметшілер кезекпен дәретхана тазалайтын болады. Өйтпесек өзіміздің қоқыстың астында қаламыз дейді. Бәрі шулап, бұл қайдан шыққан тәртіп, болмайды олай деп даурығып кетеді. Содан Бейсен, 1-2 күн дәретхана тазаланбаса не боларын өздеріңде сезіп отырсыңдар. Ондай жерде жұмыс істегілерім келмейді. Ал сол жерді тазалайтын адам мен оның еңбегін менсінбейсіңдер. Өздеріңді техничканың орнына қоя алмайсыңдар. Сондықтан оны бағалап, ісіне құрмет көрсетейік деді. Осы оқиғадан соң ұжымдағы атмосфера өзгерді. Басшылық та, қосшылық та алтын нүктеде қиылысты. Тағы бір естелік, бір мереке қарсаңында
Жетісу телеарнасына біреулер телевизор сыйлайды. Телевизор расымен де өте үлкен әрі қымбат екені байқалып тұр. Бұл сыйлық ұжымдағы кімге бұйырады деген мәселе көтеріледі. Бірі продюсерге берейік десе, енді бірі режиссерді таңдайды. Үшінші бір топ ұжымдағы мықты бір журналисті ұсынады. Әркім өзінің таңдауын айтып, кішкене талас туады. Бейсен үнсіз отыр еді. Бір кезде жұрт оған қарап, «Бейсеке, сіз не ойлайсыз?» дейді. Бейсен, «Маған салсаңдар, есік алдын сыпыратын Берік ағаға сыйлар едім» дейді. Бәрі аң-таң боп бір-біріне қарайды. Сонда Бейсен, «Аула сыпырушы демесеңдер, ол да біздің ұжымның бір мүшесі. Ауладағы тазалық сол ағамыздың мойнында. Егер Берік ағамыз бір күн жұмысқа шықпай қойса, не болар еді? Қыста қар күрелмей, күзде жапырақ сыпырылмай, бәріміздің психикамызға әсер етіп, жұмысқа деген шабытты жойып жіберер еді. Жадыраңқы көңіл күймен жұмыс істеп жүргеніміз сол кісінің арқасы» дейді. Бұл оймен бәрі үнсіз келіседі. Сөйтіп, телевизорды аула сыпырушыға сыйлайды. Осы тақырыпқа сай айтуға оңай бағдарламасының редакторы Мәриям Әбсаттар мынадай бір естелікті баяндайды. Бір күні таңғы сағат 7-де жұмысқа келсем, Бейсен аға қар күреп жүр екен. Телеарнаның аула тазалаушысы арғы жақта демалып отыр. Бір-екі күрек лақтырып кете салған жоқ, кәдімгідей ауланың біраз жерін тазалап тастады. Ішке кірген соң ағадан, «Қар күреп жүргеніңізді көрдім, денеңізге қан жүгіріп қалған шығар» деп сұрадым. Бейсен аға, «Аула тазалаушы жігітпен сөйлесіп көрдің бе? Тілінің мүкісі бар екен. Адамдармен араласу оған оңай шаруа емес. Оның үстіне аула тазалап жүргені үшін өзін қор сезінуі мүмкін. Сондықтан оған жігер беруім керек болды. Бір жағынан әңгімелесіп сөзге тарттым, екіншіден қар тазалап, көше сыпыруда тұрған ештеңе жоқ. Бұл бәріміз жасауға тиіс жұмыстың бірі дегенді білдіргім келді. Әйтпесе қар тазалап жұрт алдында ұпай жинайын деп жүрген мен жоқ» деп қайырды. Қазақтың ғана емес, адамзаттың тарихына болмыстың рухани таңбасын дәл осылай айқын қашап кететін тұлғалар тізбегінің жалғасып жатуы да бір мұғжиза. Себебі Өзбекәлі Жәнібек те дәл осындай рухани мақамда өмір сүрген. Әрине олардың тарихын әлем білмейді, бірақ Құдайға сенуші адам үшін ол маңызды емес. Ең бастысы олар өлмес рухтың өшпес ізін бұл ғаламға мәңгі бақи тастап кетсе жетіп жатыр. Бәлкім Бейсенді үлгі тұтқан жаңа буынның ішінен осындай тұлғалар тағы да туа берер. Сөзіміз салмақты болу үшін Өзбекәлі Жәнібектің ерлігін қоса қыстыра кетеміз. 1982 жылы Дінмұхаммед Қонайұлы Түркістанға іссапармен келетін болады. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің айналасы әлі тазаланып бітпей жатқан еді. Ол кезде Өзбекәлі Жәнібек мәдениет министрінің орынбасары болатын. Күн ыстық, жұмысшы жігіттердің күші сарқылған. Оқта-текте бригадирлер мен бастықтар келіп жұмысшыларға «Тездетіңдер, болыңдар» деп діңкілдеп ұрсып кетеді. Бұл көріністі көрген Өзбекәлі Жәнібек шыдамайды. Үстіндегі костюмін шешіп көмекшісіне береді де балағын түріп қолына күрек пен қайла алады. Бет орамалының төрт бұрышына шағын тас түйіп басына киіп алады. Сөйтіп жұмысқа кірісіп кетеді. Мұны көргенде Түркістанның әкім қаралары сасып қалады. Білдей вице-министрдің зеңбіл мен құм тасып жүргені ерсі көрінеді. «Өзеке, жұмысшы жігіттер бар ғой, сол үшін айлық алып отыр. Киіміңізді бұлғап қайтесіз» дейді. Сонда Өзбекәлі, «Дұрыс, арнайы жұмысшылар бар, бірақ олардың үлгермей жатқанын көріп тұрсың. Бірақ мемлекеттің маңызды жұмысы бәрінен жоғары тұру керек» дейді. Осыдан соң шенеуніктер де қолына бір-бір күрек алып жұмысқа кірісіп кетіпті. Сөйтіп кесененің тазалығын әп-сәтте бітіріп тастаған екен. Өзбекәлінің басшы кезінде жұмысшыларға болысып, қара жұмысқа араласып кете беретіні жайлы осындай естеліктер ел аузында молынан сақталған. Бейсен Жетісу телеарнасына басшы болып келген кезінде өзінің кең кабинетін журналистерге босатып беріп, өзі шағын ғана бөлмені
місе тұтқан делінеді. Басшының бұл қасиеті ұжымға шабыт, жігер сыйлапты. Тіпті Бейсеннің мынадай да бір ерлігі бар. Әдетте атағы шыққан жақсыға сый құрмет көп жасалады. Әкімдік, министрлік, кейде қалталы азаматтар тарапынан қымбат бұйымдар беріліп жатады. Ондайда Бейсен сыйлаған сыйлығын кабинетке әкеліп, жұмысшыларын түгел шақырып алып, бағалы бұйымын хан талапайға салатын. Өзіне сыйлаған бірде-бір затты сувенир етіп үйіне әкетпейді екен деседі.